намаз оқып кетсем болды, бәрі керемет болып кетеді, тахаджуд оқысам болды, әлгі рызық есіктерінің барлығы ашылып кетеді деген сияқты ой қате ой. Алла тағала Құран кәрімде айтады: "Ман кана юридул аджилата аджална лаху фиха ма нашау лиман нурид." Кім асығыс болған нәрсені қаласа дейді. Асығыс болған деген яғни осы дүниені қалайтын болса, аджална лаху фиха ма нашау лиман нурид. Қалаған адамымызға біз береміз дейді, қалаған нәрсені дейді. Рызқың жазылған. Сол рызқыңды Алла тағала береді. Ешкімге біз әрекет етпе демейміз. Бірақ тағдырыңда бай болу жазылмаған болуы мүмкін. Әрекет еткен бәрі бай болып кетеді деген нәрсе жоқ. Әрекет етеміз, өйткені біз тағдырымызда не жазылғанын білмейміз. Тағдырымызда жазылған нәрсені әрекеттен кейін нәтижесін көргеннен кейін айтамыз. Болды немесе болмады деп. Мысалы, қанша әрекет етіп, бағанағы мотивацияға тойып алып, пәленше өйткен екен, Илон Маск біткен екен, Стив Джобс біткен екен деп, сонымен сабақтан шыққан кезде өзін дүниедегі ең бай адам сияқты сезініп, богатый мышлениеге кіріп, сонымен қарыз алып, тірлік бастап қадалып жатқандар бар ма? Бар, қадалып. Ең қанша жылдар бойы қарызын жабады, дұрыс па? Енді Алла тағала әрекет еткен бәріне берем деді ме? Жоқ, бәріне берем деген жоқ. Адамның тағдыры жазулы. Қазір өкінішке қарай сонда сабақ сататындар рызық туралы адамның рызқы жазылмаған деген әңгіме айтып жүр. Адамның рызқы жазылмаған деді. Адамның рызқы жазылған. Аджална лаху фиха ма нашау лиман нурид. Біз қалаған адамымызға қалаған нәрсені береміз дейді. Ва ман арада ал-ахирата ва са'a лаха сa'яху ва хуа му'мин фа улайка кана сa'юхум машкура. Ал енді кім ахиретке әрекет етсе дейді, біз оған міндетті түрде береміз дейді. Яғни шынайы тәубе етсең, Алла тағала тәубені қабыл етпей ме? Қабыл етеді, міндетті түрде қабыл етеді. Шынайы ықыласпен намаз оқысаң, Алла тағала қабыл етпей ме? Міндетті түрде қабыл етеді. Шариғатқа сай етіп, ықыласпен құлшылық жаса, Алла тағала барлық құлшылықтарын қабыл етеді. Шынайы тәубе ет, Алла тағала міндетті түрде тәубені қабыл етеді. Ол Алланың уәдесі. Демек, бізде ереже бар. Дүниеде әрекет еткен адамға Алла тағала міндетті түрде бермейді. Ахиретке қатысты әрекет еткен адамға Алла тағала міндетті түрде береді.